манипуляция жасама дейді да. Бір әңгіменің басы сендердің манипуляцияларыңнан басталған. Мен кеңестік үкіметтің, оның басында атеистердің тұрғандығын және олардың қазақтың зиялыларын, оның ішінде қазақтың халқын қырып тастағанын жоққа шығаратын адам емеспін. Мен оларды қорғамаймын, олар дұрыс емес. Олар өз саясатын жүргізу мақсатында қазаққа және басқа да ұлттарға, ұлттар түрмесіне айналған КСРО-да өте үлкен зиянын тигізді. Оның ішінде тек қана қазақтар емес, украиндар, басқа да халықтар да бар, олар да аштықтың зардабын көрді. Енді сендердің бұл жердегі басты манипуляцияларың қазақтың барлығын тек қана Құдай бар дегені үшін қырып тастады деп айтуларың сендердің өтірік манипуляция. Яғни мына жерде болып жатқан саяси жағдайларды, мысалы коллективизация дегенді, жаңа Мойхан деген жігіт өтірікті соғып отыр да, коллективизация деген орталықтандыру, яғни байларды жою, бүкіл малды бір жерге жинау. Ол коммунизмнің идеясы еді. Малды бір жерге жинау, адамдарды теңестіру, олардың жұмыс істегенде, істемегенде бәрінің тең болуы деген утопиялық идея, ол атеизмнің идеясы емес, ол коммунизмнің идеясы. Сол коммунизмнің идеясын орнату үшін байлар болмасын деп, байларды жойып, бүкіл қазақтың малын жинап алған кезде ортаға жинап, бәріміз ортадан аламыз деген. Ол атеизмнің идеясы емес, ол коммунизмнің идеясы. Осы идеяның нәтижесінде жаңағы сендер айтқан 6 миллионның 3 миллионы сол жерде қырылып кетті. Аштықтан қырылып кетті. Ол атеизмнің идеологиясы емес, ол коммунизм. Коммунизмнің басты мақсаты сол. Ол утопиялық құрылым болған, соны жасағысы келген. Екіншіден, сендер тағы да айтып жатсыңдар, 6 миллион қазақты Құдай бар болғаны үшін деп. Одан кейін қазақтың бәрі, сендер сондай төмен деңгейге түстіңдер ма? Қазақты қазақ қылып тұрған ислам дейтіндей сендер қандай сорлық деңгейге түстіңдер? Қалай қазақты қазақ қылып тұрған ислам? Сенің тілің қайда қалды, сенің мәдениетің қайда қалды, сенің құндылықтарың қайда қалды? Сонда сендер қазақты қазақ қылып тұрған мұсылманды ислам дейтін болсаңдар, исламнан шыққан қазақтың бәрін қазақ емес қылып жіберейін деп тұрсыңдар ма? Одан кейін өтірік манипуляция жасайсыңдар да, жаңағындай типа анау мынау, Алаштың арыстары қайда қалды? Алаштың арыстары не? Дін үшін шахид болды дегенді айтқыларың келіп тұр ма? Қазақтың батырларының бәрі жаңағы ел үшін, жер үшін емес, дін үшін өлді деген манипуляцияны сендер қорғап отырсыңдар. Енді алып келіп мына жерде қазақтың тұра тұр, сөзін қазақтың Алаштың арыстарының басты атылу себептері олардың ұлтшылдығы және саяси көзқарастары. Әлихан да, Міржақып та барлығы олардың басты атылу себептері өздерінің мына елге тәуелсіздік алып беріп мемлекетімізді құрсақ деген саясат, сол көзқарастары үшін олар атылды. Енді сендер алып келіп, солардың осы ұлт үшін талпыныстарын, ұлт үшін жанын берген еңбегін алып, өздеріңнің исламдарың үшін жығып беріп жатсыңдар да. Сендер бірінші айтыңдар, ол ұлт үшін